бұл үлгі алу мәселесі сіз бен бізге өте қатты маңызды. Әсіресе өсіп отқан бала үшін. Бізге өте маңызды. Себебі адамның табиғатында біреуге еліктеу бар. Біз қазақша сөйлейміз. Неге қазақша сөйлейміз білесіз бе? Себебі әке шешеміз қоршаған ортамыз қазақша сөйлеген, сондықтан біз не сөйлейміз? Қазақша сөйлейміз. Егер біздің қоршаған ортамыз, әке шешеміз ағылшынша сөйлесе, біз ағылшынша сөйлейміз. Түсіндіңіз бе? Мына нәрсе өтірік қанмен келеді деген нәрсе, тіл қанмен келеді деген нәрсе мүмкін емес, олай болмайды. Тіл қанмен келмейді. Тіл, сіз мысалы балаңыз бар ғой үйде, соған не деп үйретесіз? Папа деп айтшы, папа деп айтшы деп күнде отырасың, және папа деп айт, мама деп айт, аузынан шығарғанша ананы. Сосын ол бейшара саған еліктеп, мама, папа деп сөз айтады. Сен үйретесің оған. Сол нәрсені сен бересің. Ол соған еліктеп айтады. Сондықтан адам міндетті түрде өзіне не табады? Еліктейтін мысал табуға тырысады. Өмірде солай. Мысалы, кішкентай балалардың үйіне барсаңыз, білмеймін, мен ағайындардың үйінде бар сондай нәрселер. Бір күні үйіне кіріп қалсам, бөлмесіне кіріп қалсам, бөлменің бәрі түгел футболист. Тізіп тастаған футболист деді. Оған ренжудің қажеті жоқ. Оның идолы әлгі несі, керемет мысал алатын адамы анау футболист тұрған. Кумирі тілімде келмей отыр мен. Ол бүкіл солы не алады? Соны өзіне өнеге етіп алады, түгел мысал етіп алады. Сіз бен біз өзімізден бастап пайғамбарымыздан үлгі алуға тырысу керек. Сахабалар пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірден үлгі алу үшін кезектесіп жүретін болған, кезектесіп. Бір күн өзі азаннан кешке дейін жүре алмайды. Омардың және бауыры болған, екеуі кезектесіп пайғамбарымызды не қылатын болған? Кезектесіп жүретін. Бір күн саудада жүреді, базарда жүреді, екінші анау барады, бір-біріне орын жабады. Кешке айтып береді, не көргендерін. Тіпті сахабалардың арасында не бар? Кейбір сахабалар істемеген шектен не қылғандар бар? Шектен шығып жындылау көрінген сахабалар да бар, жынды көрінген. Мысалы, Абдулла ибн Омар радиаллаху анху. Бұл кісі бір күні Нафиғ айтады, құлы, азат еткен құлы, үлкен ғалымдан біреу. Екеуміз қатар келе жатырмыз дейді. Арафаттан түсіп келе жатырмыз, бір сай бар еді дейді. Сол сайға өзінен өзі түсті дейді. Сайға түсті, сайдан түсіп шығып келді дейді. Соны мен айттым, неге бұлай жүресіз? Енді кетіп жатыр ғой. Бұлай түсіп шығасыз. Ол айтады, біз пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам екеуміз Арафаттан түсіп келе жатыр едік. Сонда осы сайдың ішіне дәрет сындыру үшін түсіп еді. Мен дәрет сындырған жоқпын, бірақ солай түскім келді. Сол жүріп өткендіктен мен жүрдім. Абдулла ибн Омар сол именно пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жүрген көшелермен жүретін болған. Басқа көшелермен емес. Сол көшелермен жүретін болған. Мысалы, әкесі Омардан ондай нәрсе риуаят етілмеген. Әкесі Омар ғой. Әкесіден ондай нәрсе риуаят етілмеген. Бірақ әлгі сахабадан сол нәрселер риуаят етілген. Кейбір сахабалар, мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның шаш қою үлгісі ешқандай мысал емес ешкімге. Бірақ Абдулла солай шаш қоятын болған. Ешбір ғалым айтқан емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам шашын қою үлгісі не? Сүннет деп айтқан емес, бірақ олар солай сүннет деп есептеген. Жеген, мысалы, Анас ибн Малик бір тамақты жеп отқанда, айтқан, сіз бұны жақсы көресіз бе? Жоқ, жақсы көрмейді деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жейтін еді, мен де жеп жатырмын. Анау неге дейін? Тамаққа дейін, ұстаған ыдысына дейін. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бұйырмаған бұл істерді. Бірақ соның өзінде, себебі шариғатта пайғамбарымыздың істеген істері шариғат болып қабылданатын істер бар, шариғат болып қабылданбайтын істер бар. Бұл кісілер шариғат болып қабылданбайтын істерінде де еліктеген. Бүкіл іс әрекетінде түгел соған еліктеуге тырысқан. Бұл өте маңызды. Бұл нәрсе нені тудырады? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға деген махаббат тудырады. Еліктеу адамның бойында сүйіспеншілік тудырады. Сен неге олай істеп жатсың десең, мысалы балаларды көресің ғой, футболисттер сияқты не жасап алған? Прическа жасап алған. Неге деп сұрашы? Не деп ана бәленше деген футболист солай жасап алды, мен де жасап жүрмін. Бүкіл іс әрекетінде соған не қылады?
ұқсауға тырысады. Сіз бен бізде бала шағамызды өзімізді солай тәрбиелеуге тырысуымыз керек. Ең болмағанда әрбір мұсылманның баласы бір уақиғаға тап болғанда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не істеді екен деген сұрақ тұру керек басында. Болуы керек. Бұл жағдайға пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам түскен жағдайда не деп айтқан? Мысалы, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жас жігіт болған ба? Болған. Сауда жасаған ба? Жасаған. Қолбасшы болған ба? Болған. Ел басқарған ба? Басқарған. Біреу әйелдің күйеуі болған ба? Болған. Балаға әке болған ба? Болған. Демек, біз сүннетте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүннетін бүкіл өміріміздің кез келген саласында, өміріміздің кез келген тұсында ғибрат ретінде қолдануымыз керек. Сонда ғана сіз бен бізде не болады? Пайғамбарға деген шынайы ілесу болады, хақиқи.